Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының статусы туралы конституциялық заңмен судьяның тәртіптік жауапкершілігі негіздерінің толық тізбесі белгіленген. Заңға сәйкес судьяға екі жағдайда ғана тәртіптік шара қолданылуы мүмкін. Біріншісі, сот ісін қарау кезінде заңдылықты өрескел бұзған үшін, екіншісі, судья әдебіне қайшы келетін теріс қылық жасаған үшін. Заңда заңдылықты өрескел бұзу деп судья өзінің адал болмауы немесе ұқыпсыздығы салдарынан жол берген заңды анық және елеулі түрде бұзуы көрсетілген. Бұл ретте судьяның заңды бұзуының өрескелдігін істі апелляциялық немесе кассациялық тәртіппен қайта қараған жоғары тұрған сот қана бағалай алады. Дәлелдемелерді бағалауға байланысты сот актісінің күшін жою немесе оны өзгерту заңдылықты өрескел бұзу болып табылмайды. Судьяларға қатысты тәртіптік істерді жоғары сот кеңес жанындағы сот жюриі қарайды. Осы тәртіптік органның құрамына 13 судья кіреді. Олар аудандық кассациялық соттардан және жоғары соттың 3 судьясынан, облыстық соттардың 4 судьясы. Бұдан басқа оның құрамына заңгерлер қауымдастығының 2 өкілі кіреді. Сот жюриінің судьяларға қатысты тәртіптік жауапкершілігі мәселелерін қарауына, біріншіден судьяның сот ісін қарау кезінде заңдылықты өрескел бұзғанын анықтаған жоғары тұрған соттың сот алқасының ұсынуы негіз болады. Екіншіден, судьяның іс-әрекеттерінде судья әдебі нормаларын бұзуы фактісін таныған тиісті судья әдебі комиссиясының шешімі негіз болады. Сонымен қатар судьяға қатысты оның судья әдебі нормаларын бұзуы жөніндегі тәртіптік материал сот жюриінің қарауына жоғары сот төрағасының ұсынуы бойынша да енгізілуі мүмкін. Судьяларға ескерту, сөгіс, судья қызметінен босату сияқты тәртіптік шаралар қаралуы мүмкін. Судьяға белгілі бір тәртіптік шараны қолдану туралы шешімді қабылдау кезінде сот жюриі тәртіптік теріс қылық сипатын, оның салдарын, судьяның кәсіби және жеке басының қасиеттерін, оның кінәсінің дәрежесін ескереді.